Görme, korkup koydu çünkü. Yerine o repetitsiya oldu. Қазір мына үлкен қазақтың сүйіп жейтін асы ұлттық дәміне дайын болған екен, олай болса алып көруге рұқсат беріңіздер, алып келіңіздер. Қазақтың сүйіп жейтін асы ұлттық дәміне нан тастай ет қадамын алып көруге рұқсат беріңіздер. Алдарыңызға ыстықтай дәмгелі жатыр, астарыңыз дәмді болсын. Анау ет келген кезде қасқырмен қазақты мазалама дейді. Сіздерді мазалағанымыз жөн болмас. Мына ауыздарыңыз дәмді, құлақтарыңыз әнде болсын.
suyu жиынасы нарқасқа ұлттық дәмі келіп жатыр. Ал енді мына бір әдемі сіздердің қызықты сәттеріңіздің кезінде видеоролигімізді дайындап жатыр. Қазір Құдай қаласа көрсететін боламыз. Сіздердің бір әдемі қызықты сәттеріңізде бір керемет бейнеролик дайындалған. Мына ұйымдастырушы алқасы мына ерекеңдер орынша әріптестеріміз дайындаған бір әдемі бейнеролигіміз дайын болған екен. Олай болса экранға назар аударыңыздар, жарықты өшіріңіздер. Әдемі тамақ жеп отырып, астан алып, экранға қарап тамашалаңыздар. Алдымызға ыстықта еттен жаза, еттен алып отырмыздар. Еттемеде бет барма дейді. Совет одағының батыры, Рейхстагқа туып келіп, батыр атамыз Рахымжан Қошқарбай, соғыс біткеннен кейін елге келіп, Алматыдан Арадан Шонжыға барып болды. Шонжы деген аудан бар. Колхоз совхоздың құрылып кезі ғой. Қасында шопырлар оразаның кезі, күн салқын, ұзақ жолдан алып барып жетіп, жаңағы колхоздың басшысын сұрастырса, ешкім дұрыстап жауап бермеді. Шайымға кеткен бұрай жігіттер, Қошқарбай Рахымжан деген ағаларымен болады. Осылай шаруамен келедік дейді ғой, жөнді. Ойбай кешіміз байқамай қалдық, танымай қалдық деп, демек кеңес ақылдасып аудандық мектептің директоры бар еді, сол кісімен алып барып күтетін болады. Енді әйтеуір бармай базар олар қазақ ертасын қамырға түстеп күтеді ғой. Легенге салып әкеп ет, қол салып жебеге десмете шығып болады. Арасында бір қария бар екен, адал деген асыр, айдың жарығы бар, ләпеселер тұратын іздейміз. Жебелік деп қол салып ұрып жеп жатса, Қошқарбайдың жанында шопыры, шайнап отыр, дәмін аламайды. Қиылығы көмілмейді, сіңір екен білмейді, шайнап отыр, әйтеуір тамақ жеп кетеді, свет жанағы тасыққанда. Тауысып қойып қана, директордың әйелдері кешірім сұрапты. Кешіріңіздер, кешіре көп қалдыңыздар. Қоймай қалсаңыздар, тағы бір нәрсе жасап жүрейін. Бірақ ана легендің кескіне тығып қойып жүретін жүрегі бар, сол жеп қойсаңдар. Алдымыздар, дәрмен алып отырыңыздар, енді мынау тілегіміз әрмен қарай жалғастырайық. Енді арнайы осындағы Роза ханымменен Түймені ағамнан бір жеті дана бұрақын деп қосады, қосып қошеметті баршылар екен. Ayttım bu kişi ayağımız kadar savaldı. Ayağımda kızı savalır. Sizlerin gördüğünüz kuançlığımız, baktığımız, Osmanlı Böcekisi'nin anlamına başlıyor. Осы тұрған орнында жоғалмасын, кешелерден айтылып жатқан жақсы деректер періштер оқыларынан шалмасын, дені тұсау болсын, өмір жасын ұзақ болсын, төрт көзіміз түгел, жылдан жылға айдан айға аманизм кездесіп жүргендей көңіл ойлап, ұрпақтарымыз аман болсын. Атадан бала баттан ілгері туылады, әйтпесе өмір алға жылжымайды дейді, солай айтқандай ұл-қыздарымыз аман болсын, өсіп өне берейік, деніміз сау болсын. Айтамыз, бағанағы айтылып жатқан жақсы ниеттердің бәріне қосыламыз. Құдайдың берген ұшылдарымыз бар. Біреуін Алла өзі берді, өзі алды. Қызым Москвада жұмыс істейді. Одан кейін екі ұлым үйде. Біреуі бизнесмен, жеті немерем бар. Аллаға шүкір, жаман емес. Қадыр ағай, кеткеніңізге рахмет. Сізді құдасындай не отырмыз, жасартып қайда, жасартып қалдыңыз кішкене. Кім боласыз деп пәңгесті дейтін ұстап алмадыңыз. Кеткеніңізге рахмет, елемес келіп. Елу жылдығымыз құтты болсын енді. Өстіп, елу жылда алда жасай берейік. Еліміз сау болсын, қуатты болсын, аман болсын. Еш қиыншылық көрмейік. Не дейміз енді, кешеден бері айтып отырмыз, мешітте Құран оқысын, қолымыз қабыл болсын әр уақыттарға. Мынау балаларымыз туралы айтсақ енді, мынау Назарбаевтың несімен біз енді баланың санын көбейтtik еді, халық санын көбейтейік деп. Құдайдың берген 8 баласы бар. 28 немере бар. Сол
Anlatlar, Şimdik'te bağlar. Buralar anlatın gazıcı anlatır. Buralar Şimdik'te kızların belki öğrenmiştiler. Öğrenmiştiler iyice. Son ne diyeyim dedi, değerli sağ olsun. Жақсы өткізеді. Rahmet anam. 10 balası var. Herkesten hizmet kılar bu azana geçtiğini kesek. Көрші сөйлеген басқа ұлттың өкілі жалғыз баласылар қарашы өзің сияқты қазақтың балдары әкелерін төбесінен түсірмейді көтеріп қызмет жасайды сен еркелеп тұрып бітірмейсіңдер сөйлепті қазақтың неге сұрайды ғой осы неменеге азаннан кешке дейін әкелерін төбелерінен түсірмейсіңдер сөйтіп қазақтың балдары сорлау жетіскенімізде көтеріп жүрген жоқпыз түсірсе көбейіп кетіп жатырмыз ғой деп алтынымызда арқалардың жолын беріп берді рахмет жайғасыңыздар
dastan edik, armandastar kurdastar. Bir dövrдің mölgeregen asman edik, derimiz bir ömür jolun bastar edik, armandastar kayda. Endi Allah'ın vergeni koy men deyimiz. Soğulaşağın endi kızığın görsetsin, bärimiz bize Kuday tek kana жақсылықта кездесіп, немере шөпшектердің қызығын көрейік.